Ал қыздар сәлеметсіңдер ме? Барлықтарыңыз жиналдыңдар ма? Иә, бәріміз түгелміз. Мына қыз кім? Білмеймін, жаңадан келген қыз шығар. Ал ендеше өздерің көріп тұрғандай, менің жанымда жаңадан келген қыз. Сәлем қыздар. Енді ол да сендермен бірге осылай дайындалады. Ал қыздар танысып амандасыңдар, және де бізге жаңадан тағы да бір адам келу керек болған, бірақ кешігіп жатыр екен. Сол үшін пока что өздерің дайындала беріңдер. Сәлем қыздар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Есімім Айлин. Сендердің есімдерің кім? Менің есімім Томи. Ал сендердің есімдерің кім? Менің есімім Нари. Мина. Көп сөзді доғарайық және дайындалайық. Бізде жақында жарыс болады, білесің ғой? Әрине, білемін. Жарайтында мен уақыт ұстамайын. Бәріміз бірге дайындалайық. Мен саған көрсеткен киімді осы жерде ауыстырады. Мына жерге киімдеріміз ілініп тұрады. Жарайды. Не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Маған мына жаңадан келген қыз ұнаған жоқ. Не үшін? Жап-жақсы қыз сияқты ғой. Мен де негізі айтайын дегем. Жай маған жаман қыз сияқты болып көрінді. Жарайды, киімді ауыстырайық, дайындалайық. Өте қызықты. Енді сен мынаны киесің, потому что бізде жалғыз қалған киім. Бұл ешкімнің киімі емес пе? Иә, сен кие бер. Болды, дайын. Айтпақшы, сен неге басқаша киім кигенсің? Негізі мен өзім білемін. Себебі мен байдың қызымын. Қандай киім? Мен бұндай арзан киім кимеймін. Мен өзім арнайы осындай киім сатып алғанмын. Сосын сұрақ қоя бермеші. Бұл қызға не болған? Мән бермей, ол өзі сондай қыз. Жарайды. Кеттік. Ой, құлап жатырмын, құлап бара жатырмын. Томи, ұсташы мені. Сен сонда сырғанай алмайсың ба? Мен сырғанап білмеймін. Шынымды айтайын. Негізі оңай деп ойлағанмын. Сырғанай алмасаң, бұл жер сенің орның емес, басқа жерге бар. Не үшін? Мен сонда бұл жерге не үшін келдім? Үйрену үшін келдім ғой. Ха-ха-ха, тіпті сырғанай да алмайды. Не болды қыздар? Ол солай үйренеді ғой. Сен үйренгенше жарыс бітеді ғой. Жарайды, қазір тренер келеді, сол кезде айтып түсіндіреміз сен сырғанай алмайтыныңды. Жарайды. Иә, қыздар, не болды? Елена ханым жаңадан келген қыз, яғни Айлин сырғанап білмейді екен. Мүлдем сырғанамағансың ба? Жоқ, мен осы жерге үйрену үшін келгенмін. Және оңай болады деп ойлағам. Ал мен құлап қала жаздадым. Бізде жақында өте маңызды жарыс болады. Сен бұл түрмен қалай барасың? Сенің кесірінен ұтылып қалатын шығармыз? Жоқ, қыздар, олай айтпаңдар. Жарайды, мен бір нәрсе ойлап табамын. Дайындала беріңдер, қыздар. Айлин, сен менімен бірге жүрші. Жарайды, қыздар, дайындалайық. Не болады екен? Елена ханым, өтінемін, маған көмектесіңізші. Бір амалын ойлап табыңызшы. Мен шынымен де қатысқым келеді. Және де мен жеңем деп уәде беремін. Тек қана мені шығармаңызшы. Жарайды. Көңіл күйіңді түсірме. Мен бір нәрсе ойлап табамын. Қыздар, ана келген кім? Жүр, барып көреміз. Меніңше жаңадан келген адам. Танысып алдыңдар. Есімі Мақсат. Я, қыздар, сәлем. Бәріне, менің есімім Мақсат. Мені Макс деп айта берсеңдер болады. Қыздар, өздеріне таныстырып кетіңдер. Менің есімім Томи. Сәлем, менің есімім Нари. Қош келдің, Тірлет. Біз сені қуана-қуана қарсы аламыз. Менің есімім Мина. Сәлем, қош келдің. Менің есімім Айлин. Я, Айлин айтпақшы, бүгін жаңадан тоже келді. Я, танысқаныма қуаныштымын барлықтарыңмен.
Енді Айлин бізде сырғанай алмайтындықтан мақсат екеуі бірге сырғанайды. Қарсы емессің ба, Айлин? Жоқ, қарсы емеспін. Қайта маған үйрететініңе рахмет. Мен қарсымын. Неге? Мен екеуінің бірге сырғанағанына қарсымын. Менімен сырғанаса да болады ғой? Енді Айлин сенімен сырғанамайтын шығар. Айлин ғой сырғана алмайтын. Жарайды. Ал ендеше мақсат, қош келдің бізге. Біз сені қуана қарсы аламыз. Ендеше бірге дайындаламыз. Жүріңдер. Жүр. Неге онымен сырғанайды? Иә, ақырын жүрсіз. Сөйтіп үйреніп кетесің. Иә, ақырын бас. Не болды? Ішім күйіп жатыр. Неге? Енді қарасаш, келгеніне бір күнде болған жоқ. Уже жігіт тапты, құрбы да тауып алды. Жарайды қыздар, білесіңдер ғой, бізде жақында жарыс болады. Иә. Сол үшін соған дейін тезірек үйрену керек. Егер де осы жақын арада жарыс басталғанша жақсылап үйрене алмайтын болсаң, онда өкінішке орай жарысқа қатыса алмайсың. Жоқ, мен жарысқа қатысамын. Және де міндетті түрде сырғанап үйреніп аламын. Қазір де мен кішкене сырғанап үйреніп келе жатырмын. Бәрі осы достардың арқасында. Жарайды, онда ендеше қазір біз дайындала берейік. Кәне қыздар, өздерінің қойылымдарын көрсетіңдер. Жарайды, мен бірінші көрсетемін. Вау. Я кеттік, көрсетейік. Вау! 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 Қалай болып шықты? Өте тамаша, жарайсың. Сен жарысқа почти дайынсың. Я, рахмет сіздеріңізге. Айтпақшы қыздар, бізде бүгін тренировканың уақыты бітті. Негізі 2 сағат болатын. Бұл жолы ертерек қайтылыңдар. Сонымен қоса дайындалып келіңдер. Ал бүгінге маған Минаның жарысы көрсетілімі өте ұнады. Жарайсың, Мина. Ал қайтамыз бәріміз. Біз айтпақшы, осындай тренировкадан шыққаннан кейін міндетті түрде осындай жерлерге отырамыз. Сен де отырасың ба? Жоқ, мен үйіме қайтуым керек. Маған тезірек үйге қайт деген. Жарайды, қайта бер онда. Пока. Жарайды, сау болыңдар. Тоқтаңдар, мен де кетейін. Жарайды. Жоқ, неге қылмадың? Кесепші, өте дәмді. Жоқ, сосын кейін өзім сендермен бірге отырамын. Жарайды, қыздар, сау болыңдар. Сау болың. Сау болыңдар. Сен неге отырмадың? Үйге қайтуым керек мен де. Жүрмесең шарп салайын. Жоқ, керек емес. Жүрсеңші, бәріміз жолымыз бір ғой. Жарайды. Сенің машинаң жоқ па? Жоқ. Міне келіп қалдық, осы жерде тұрамын. Өте керемет күн болды. Сау бол. Сау бол, рахмет. Синдия, не есім бар құратып не істегенсің? Кел отыр, торт істедің. Дәмді көрінеді ғой. Қане дәмін ал істейік. Өте дәмді. Әпке, айтпақшы, жаңағы үйдің алдында жүрген жігіт кім? Жүрген кім? Білмеймін. Менен неге сұрап жатсың? Мен білмеймін. Ол айтпақшы сенің жанында жүрген бағана. Сен қайдан білесің? Көрдім ғой терезеден. Бопты, тамағын же. Айтпақшы, Мина, бүгін неге көңіл күйің жоқ? Не ұнамай отыр? Жаңадан келген адамдар ұнамай жатыр. Айлин ба? Ол өте жақсы қыз ғой. Сен үшін жақсы шығар, бірақ мен үшін емес. Қыз бекер келді деп ойлаймын. Негізі үшеуміз де жақсы команда едік қой. Иә, бірақ та мүмкін бізге адам жетпегеннен кейін қосылған шығар.
Негізі тренеріміз айтып еді ғой, жақсылап қарсылап алыңдар, ұят болмасын деп. Оны кім жақсы қарсы алмай жатыр? Бәрі жақсы қарсы алды ғой. Менің ойымша, оны шеттетпеу керек. Біздің өзіміздің ортамызға қосуымыз керек. Білмеймін, маған бәрібір. Ал онда үйге қайтайық. Асықпасаңшы? Иә, асықпа. Кішкене отыра тұрайық.